Құрметті жанкүйерлер, өкінішке орай Ақтөбе Астанаға келіп 3-2 жеңілді. Біздің кезекті 17-ші подкастымыз. Бізде қонақта Қасымжан Зиданчик және Рымбек Ызғали, және біздің Мерей Ерсайын жігіттер. Қош келдіңдер. Бүгін барлығымыз матчта болдық, матчты көрдік. Не дейсіңдер дейсің ғой, иә? Не дейміз енді? Бірінші тайм былай жақсы ойнағандай болды. Және де бірінші таймның аяқ жағына қарай жақсы темп алып келе жатты Ақтөбе. Екінші таймның басында да былай сол темпті ұстап тұрған сияқты болды. Содан Бабаян ойыншыларды шығарды. Содан кейін болды ғой өкінішке орайдың бәрі. Ойын бойынша не айтамыз енді? Біз бәріміз, мен жаңа шыққан кезде бірінші таймнан кейін шықтық қой енді. Сол кезде біраз журналистерді көрдім, сөйлестім. Бәрі Ақтөбені жеңетініне сенімді болып тұрды. Біреулер үлкен бас қойып қойып тіпті. Онымен бәріміз мен сенімді болдым негізінде. Онымен осындай болып қалды. Менің ойымша бұл жерде Ақтөбенің қалай айтсам болады, ойынға не мақсатпен шыққаны түсініксіздеу болды да. Қандай, мен мысалға мана жаңа Тарковичке сұрақ қойдым ғой. Ойыншылар жаңағыдай Ақтөбе шабуылдап келе жатады да, жаңағы Айбаланы жақындап қалған кезде Ақтөбенің ойыншылары тоқтайды да пасты артқа береді да. Кімге беретінін білмейді пасты. Тек доптан құтылсақ болды деген сияқты. Бұл жерде мына жаңағы біздерде көрдіңдер ғой Ақтөбенің шабуылының бәрі қалай, голдың бәрін қалай салды. Заброс лақтырып солай гол салып жатты да. Және екі голдың екеуінде жасап берген Нани. Біріншісінде көтерді, екіншісінде допты тартып алып пас берді ғой. Ортаға пас берді, атанасы па шығарған, байқамай қалдым. Кімге? Шушеновке гол шығарған. Досмағамбетов па, иә. Бірақ сол жерде бүкіл қиын шаруалардың бәрін бітіріп берген Нани ғой. Допты тартып алды, және флангке келді де екі ойыншының ортасынан әп-әдемі пас шығарып берді. Бос аймақта әдемі гол салды. Енді ана жерде Шушенович гол салмай қалған кезде, онда хейттің көкесі болатын еді. Ол гол салмай да қалды ғой, жаңағындай, голды есептемес таған кезде. Мен не деймін енді? Басқа осындай деймін. Менің ойымша бірінші таймда Ақтөбенің жақсы ойынның әсері ол Жуковтың болуы. Екінші таймда Жуковты алып тастады ғой. И сол кезде уже кішкене ойы да кетіп қалды. Ойынның ойы мозг да кішкене. И екінші таймда вот сен айтып жатсың ғой, то что Ақтөбе кімге пас бере алмайтын соны білмейді. Ол бірінші таймнан бастап болды ондай. Жоқ, бірінші таймда еще более-менее болды. Бірінші таймда хотя бы владение болды кішкене. А екінші таймда прям 2-2 особенно болған кезде прям көрініп тұрды, что Ақтөбе как будто бы допты берді да. На удержание, да? На удержание уже бастады. И сол, менің ойымша, Жуковтың кетуі мүмкін әсер еткен. Жоқ, Жуковтың несі емес, бұл деген, не ойыншылардың өзі қорқады, немесе Тарковичтің өзінің тапсырмасы сондай. Мен көп байқадым, кеше Көкшетау қорғанда да, мына сыртта болған ойындарда, егер Ақтөбе гол салып, өзіне қажет нәтижесіне жетіп жатса, есепті ұстай бастайды да. Результатқа да ойнайды. Иә, бұл неге жақсы нәрсе емес қой. Егер мен түсінер едім, сен өмір бойы қорғаныста ойын, сен тек қана қорғаныста ойын, баяғы Никитенконың, болмаса Газаевтың бір ойындар болады, тек қана қорғанысқа, жаңағыдай қарымта шабуылға негізделгенше, сондай ойын болса мен түсінемін. Иә, сен ойнай аласың қорғаныста, допты ұстай аласың, уақыт созуды білесің, темпті бұзуды білесің, мысалға қарсыластың. Бірақ сен ондай команда емессің ғой. Әйтеуір жаймендеп қазір шабуылдың бір қуантатыны Ақтөбе стандартты жақсы қойған екен да. Қанша гол салды стандарттан? Көп гол салды стандарттан. Бір қуантып тұрған әзірге осы. Сосын біз мысалға ойынның басында схеманы қараймыз ғой. Екі шабуылшы деп тұрады да, біреу әрине Шушенович, қасына Наниді қосады. Бірақ Нани дегенің қаяқта жүреді? Өте төменде жүреді да, өте төменде жүреді. Жаңа мен айтып отқанымда сол ойыншылар қапталмен жартылай флангке келеді да, кімге пас беретінін білмейді. Шушеновичке пас берейінсе, Шушеновичтің қасында екі орталық қорғаушы тұр. Қасында адам жоқ. Инсайттың позициясында, тоғыздықтың позициясында ешкім жоқ. Ол жерде негізі Нани болу керек. Немесе ана жерде Атанасов, не болмаса Шушеновичтің екеуі біреу көтерілу керек қой. Негізі Атанасов көтерілу керек қой,
Атанасов деген ол емес қой, плеймейкер емес қой, ол не ғой, опорник қой. енді ана жерде бос кеңістік тұр ғой мысалға ше, Шунашевтың қасында біреу болу керек. Сосын алады да флангке лақтырады, флангтен көтереді. Сосын көп байқағаным Ақтөбенің ойыншылары фолды көп сұрайды да, жаңағы қайттан келген кезде сол жаңа Төрешілермен жиі көп сөз жоқ, таластырады дейсің. иә сол. Мына неден кейін Ордабасы матчтан кейін кім айтты ғой, не айтты ғой, мен түсіндім Қазақстанда қалай ойнау керек екен деп ше. Содан кейін құлай беретін болған да. Құлай жатады, ол футболдың былай мәнін, сәнін кетіреді, ішің пысады деген сияқты. Біртүрлі гол көп болды бүгін матчта. Қауіпті сәттер де көп болды, бірақ ойынның динамикасы 5 голға келмейді негізінде ше. Бір 5 гол соғылған ойын сияқты емес, ана жерде бір ойынның темпі төмен болды, жылдамдық төмен болды. Қонақтағы енді кез келген бапкерлердің өзінің қонақтағы несі болады ғой, жаңағындай тактикасы болады, ұстанымы болады. Бірақ тап бұл матчта Ақтөбе ондай ойынды көрсетпеу керек еді. Негізінде Астанаға үлкен темп ұсынғанда олар жолдан шаршап келді, ол темпке үлгермес еді. Керісінше ондай жасаған жоқ. Енді сол бүгін ойынды қарап отырған кезде Астана емес Ақтөбе сияқты Еврокубокты ойнап келіп, кеше ғана Албаниядан ұшып келіп, сондай бір не болды да, сезім болды да, біртүрлі. Шаршаңқы болды Ақтөбе. Керісінше Астана Ақтөбеге қарағанда 2-3 есе соққыны көп бағыттады. Жаңа матчтың статистикасын қарадым, 24 соққы бағыттаған матч бойы Ақтөбе бар болғаны қанша бір 10 шақты соққы бағыттаған бар болғаны. Ақтөбеге қарағанда 2 есе соққы басымдығы бар Астанада. Сосын более свежее болған сияқты. Астана кәдімгідей қауіпті сәттерді де көп жасады, шабуылдары көп жасады. Және бұл жерде ол мына шешуші өзінің ойыншыларын қосал құрамда қалдырды. Марин Томасов сияқты тағы да басқа ойыншыларын шығарған жоқ. Григорий Бабаян. Соған қарамастан Астана кәдімгідей алаң қожайыны ретінде доминировать етті. Мен соған таң қалдым да. Бұл жерде енді однозначно бұл менің ойымша Штефан Тарковичтің қателігі. Бас бапкер ретінде, міндетті түрде. Себебі ол мана матчтан кейінгі баспасөз мәслихатында да айтты. Мен бұл нәтижені өзімнен көрем. Бас бапкер ретінде өз жауапкершіліктің барлығын өзім ойнама алам деп. Сондықтан да білмеймін, енді недельный циклда дайындалған Ақтөбе командасы яғни тура бір апта бұрын Жетісуға қарсы өз алаңында ойнады. Яғни апталық циклда дайындалған команда кеше ғана 2 күн бұрын Албанияда сыртта, одан кейін матч өткізіп 18 сағат жолда болған. Жаңа мен матч барысында сұрадым. 18 сағат жолда болған. Рейсовый самолетпен келген, Стамбулда пересадкамен Стамбулдың аэропортында 7 сағат отырған. Мысалға келесі нені ұшақты күтіп, сондай физикалық, функционалдық жағынан шаршаңқы келген командаға қарсы мынандай ойын көрсету білмеймін енді. Оның үстіне естеріңде болса, мына Астана Арена стадионында маусымның басында 2 ай Ақтөбе жаттығу жасады ғой. Яғни бұл Астана Арена стадионы ақтөбеліктер үшін емес, бөтен стадион емес. Ол сияқты базируется етті Ақтөбе. Осы стадионда күнде жаттығу жасады, кейде тіпті 2 мезгіл жаттығу жасады. Сондықтан да білмеймін енді. Алаңнан көретін ештеңе жоқ. Бұл жерде команда бір апталық неде циклда дайындалды. Бұл жерде енді Тарковичтен басқа мен ешкімнен көре алмаймын. Бұл жерде бас бапкердің қателігі. Қателігі немесе менің ойымша ол оның стилі. Стилі бұл жаңағы қорқақтық деп айтсам бір артық айтқан сияқты болған шығар. Сосын мына маған бүгін көзіме оттай басылған мына пікірлерді көп жазып жатады ғой, бәрі Таңжарықовқа тиісіп жатады да. Мен бүгін өзім көзіммен көрдім. Таңжарықов мысал үшін соның флангіндегі Шомкомен салыстыр. Шомко гол салды мысалға ше. Егер допқа Астана футболшылары, қорғаушылары иелік етсе, допты тартып алса, Шомко аяқта жүреді, орталық сызықтан асып кетеді. Және шабуылға күш беріп тұрады. Яғни шабуылдағы адам екі адамға көбейіп тұрады да, бір флангте ше. Яғни шабуылды бастаған кезде Башичке, мысалы, көрдіңдер ғой, Башич төменге түседі да, оның варианты көп та, қаяққа пас берем, орталық Аханонуға береді ма, әлде мына флангте 2 ойыншы тұр, Абраевқа бере ма, әлде Абраев емес, Марат қой дейме ойнаған, Маратқа бере ма, әлде Шомкоға бере ма.
яғни ода вариант көп болды. Ал Ақтөбеде мысалға Таңжарықта мен былтыр жақсы ойнаған сияқты еді. Биыл не болды ол жігітке? Сендерде бар шығар ақпарат, Ақтөбеде жүрсіңдер ғой. Шабуылға көп қосылатын ойыншы, артқа да қайтып үлгеретін ойыншы, жылдамдығы да бар, пас беріп жүрген ойыншыға биыл не болып қалды? Не жауып шауып қалды? Білмеймін, енді барлығы сол айналып келгенде бапкерге келіп тіреледі ғой. Себебі мына бүгінгі биылғы матчтарға қарайтын болсақ, КПЛ-да, кубокта Кешаның ойнамаған позициясы жоқ. Ол опорный позицияда ойнады, опорный зонада ойнады, сол жақ қорғаныста да ойнады, оң жақ қорғаныста да ойнады. Барлық позицияда да ол ойнап береді. Себебі оған бас бапкер қандай тапсырма берсе, соны ол орындайды. Ал сен жаңа айтып жатсың ғой, енді мысалы Шамко онымен салыстырғанда шамалы бөлек ойнайды деп ше, шамалы белсендірек ойнайды, биігірек ойнайды деп. Бірақ енді бұл жерде қалай түсіндіруге болады бұны? Әр ойыншының несі профилі бөлек қой бәрібір. Әркімнің өзіне тән қасиеті бар, өзіне тән ерекшелігі бар. Барлық ойыншылар бірдей емес бәрібір. Әркімнің өзінің стилі бар, былайша айтқанда. Шомкоға қарағанда әлдеқайда жас ойыншы ғой. Енді мен жаңа жоғарыда айттым ғой, Тарковичтің қателігі деп. Енді бұл матчта қандай қателік жіберді? Мысалы, Жуков 2 аптадан көп уақыт жаттығу жасаған жоқ командамен. Яғни ол вне общей группы болды. Ол кеше ғана бірінші жаттығуын өткізді, общей группада ше, предыгровойда. Сол ойыншыны ол бүгін жауапты матчта ол кәдімгідей неге шығарып тұр. Бастап құрамда шығарып тұр Жуковты мысалы. Соның кесірінен Жуков деген әлсіреп қалды да, жаңа кім Қасымжан айтқандай, Жуковты алмастыру керек болды. Оның орнына шыққан Пабло Альварес керісінше ойында әлсіретіп жіберді. Мысалы, Тарковичтің ойын барысындағы жасаған шешімдері кәдімгі ойынға үлкен әсер етті да, кері әсерін тигізді. Мына тыңнан қосылған замена шыққан ойыншылар ойынды күшейте алған жоқ. Олар мына темпке ілесе алған жоқ та. Альварес болсын, тағы мына Сейдахметтің өзі кәдімгі ойында жоғалып кетті соңында. Мысалы, Еркоштың өзі көрінбей қалды. Турнусты кеш шығарды мысалға. Сондай нелері, бапкерлік шешімдері сондай осы нәтижеге алып келді. Мысалға, соңында шығарған ойыншылар керісінше шабуылға ойнау керек қой, ал Ақтөбе керісінше жатып алды да. Үстісіне шабуыл, үстісіне соққылар, Заруцкий жаңағыдай біреуін тіресе, біреуін тірей алмай жатты. Сосын ақыр соңында ол бұрыштамаға кетті. Сосын бұрыштамадан кейін гол болды мысалға. 1 минут қалған кезде гол жіберіп тұр. Менің ойымша мына Заряны бүгін флангте ойнатты ғой, сол жақ флангте ойнатты. Ол негізі Қайратта ойнап жүргенде ортада ол 9-лықтың кейде 6-лықтың позициясында ойнап жүрді. Мен жаңа айтып отырдым ғой, кімнің Шушинашевтың қасына ойыншы жетіспеді. Ал Нани болатын болса, ол өте төменге түсіп кетіп жүрді. Яғни ол егер төменге түссең, онда сен 6-лықтың позициясында бол, жаңа опорниктің позициясында бол, сен допқа талас, болмаса сен төменге түстің екен, онда өзіңнің қолынан келетін шеберлігің диагональдарды оңды солды лақтыр. Ол да жоқ. Бірақ әрине Наниді бүгін сен қанша жерден кінәлі дейін десе, яғни позициясына байланысты айтып отырмын ғой енді. Бірақ ол дегенмен де 2 голдың 2-ін сол ойын жасап берген. Кез келген матчта солай болып отыр ғой, қазір Нани голевой пас береді, гол салады, шыққан матчтардың барлығында сол. Сол мен айтып отырмын да, жаңағыдай кімнің Шушинашевтың қасында пас алмасатын адам болған жоқ. Қарың, көз алдымда болды ойынның бәрі. Екінші тайм тіпті ол позицияда бос кеңістік болды кәдімгідей. Ол деген жалғыз бұл матчта емес қой, ол маусымның басынан бері келе жатқан проблема ғой. Шушинашевтың қасында ешқандай жұп ретінде ойнайтын шабуылшы жоқ. Анда-санда Латурнусты шығарады, анда-санда оның Латурнустың өзін сол жаққа не қылып, вингер қылып пайдаланады да, Таркович. Оны кәдімгі 2 қапталдағы вингер болып, сосын ортада Латурнус пен Шушинашевтың ойнағанын біз әлі көрген жоқпыз. Яғни распасовка жоқ. Сосын Нанидің жаңа төмен қарай түсуіне байланысты ол мировая практика ғой. Мысалға, Қасымжанның өзі де әлем чемпионатынан келді ғой. Мысалы, Харри Кейннің өзі, мысалы, Баварияда болсын, ұлттық құрамада болсын, кәдімгідей опорный зонаға дейін түсіп өзі шабуылды бастайды. Ол кәдімгі кез келген тәжірибелі ойыншының жасайтын несі, тәсілі, амалы кәдімгідей. Бірақ Харри Кейн айбаланың ішіне кіреді, ал Нани мүлдем кірмейді ғой. Айбаланың ішіне кіргенін мен көрген жоқпын. Шабуылды кәдімгідей орталық қорғаушылардан алып, цызылардан алып, бірден алаңды көріп, сканировать етіп, сосын шабуылдың дұрыс несін, вариациясын іздейді ғой ол кәдімгідей. Менің ойымша Шушинашевты бұның алдында бапкер, былтырғы бапкер кім болды? Леонов па? Левчук болды. Костов өте дұрыс пайдаланды да. Костовтың кезінде ол былтыр Нанниді ма?
Шушиначевті Шушиначев жақсы пайдаланды. Биыл басында да біз осы ең бірінші подкастта айттық қой, Шушиначев флангте ойнап жүрді деп. Жақсы пайдаланып жүрді. Оның жақсы мықты жақтарын біледі. Шушиначевті мен мысалы жаман шабуылшы деп айтпаймын. Көп күреседі топқа, әуедегі доптардың қаншамасын жеңіп алып жатыр ғой, қара жұмыстың бәрін орындап жатыр. Яғни оған шамалы да болса, кішкентай да болса, кішкентай бос кеңістік болса, ол соғады. Бүгін көрдіңдер ғой, бірінші голын салған кезде бос кеңістік, кішкентай ғана бос кеңістік берді, болды. Ал ода ондай бос кеңістік жоқ та, оған әуемен лақтырады допты, флангтен лақтырады. Яғни Шушиначевтің ең көп гол салып, ең осы Қазақстан премьер-лигасында ең күшті ойнаған уақытта, білесіңдер ме қай уақытта? Қайратпен Вагнерлавпен жүрген кезде Вагнерлав оған бос кеңістік жасап береді. Шамалы бір метр, 2 метр бос кеңістік жасап берсе, мысалы. Жақсы ассистировать етті ғой. Иә. Сол кезде деген ол оң жақтан да, сол жақтан да кәдімгідей салып жүрді ғой. Мүмкіндік жібермейтін сол кезде ше. Соққысы жойқын, сұмдық әдемі голдар салып жүрді да Шушиначев. Енді қазір келді да Шушиначевті бүкіл қара жұмыс қалдырды. Иә, Сантананы, біздерде болды Сантананың ойыншы, иә, мысалы, ол түсінікті ол. Қара жұмысты атқарады, ортаға түседі, жүгіреді, бүкіл жаңағыдай қорғаушы, ол шабуылшы емес. Былайша айтқанда жүргенде алдында жүрген қорғаушы болды. Прессинг, столб емес ол. Көп прессинг жасайтын ойыншы болды. Голдардың бәрін бізде флангтен салып жүрді ғой кезде. Самарқандықтарға бос кеңістік. Иә. Бұрын ғана Клоптың тактикасы сияқты болды ғой, Манамен кімнің екі флангтен көп жүгір, Фирмино көп кеңістік. Иә. Ложный не дейтін еді? Ложный. Солай болып жүрді да енді. Енді әр голға тоқталайықшы. Бүгін есеп ашқан, өзің айтқан жаңа Дмитрий Шомко, Ақтөбенің экс ойыншысы кәдімгідей қуанып, естеріңде болса, есіңде ма, Қасымжан? Елімайға ауысқан кезде сен интервью алып едің ғой, сол кезде айтты ғой, маған Ақтөбеге қарсы теперь принципиально будет матч деп. Сол айтқандай бүгін кәдімгідей қуанып, Ақтөбеге гол салдым деп. Бірақ Ақтөбенің өзінде бір 2-3 маусым өткізді ғой Шомко. Как свой болып кетті ғой. 2022-де чемпиондыққа келе жатқан кезде Шомко біздің капитан болды ғой. Капитандарымыздың бірі болды. Шомко гол салды, енді қорғаушының гол салуының өзі де бір үлкен нәрсені білдіреді ғой. Қорғанысты Таңжарықтың позициясына. Бейберекет әрекет болып жатқан білдіреді ғой негізі. Таңжарықпен латераль келіп дальний углға гол салып отқан. Шомконың жақсы не екенін білеміз ғой. Исполнитель екенін білеміз ғой бұрыннан бері. Солақаймен әдемі голдар салады. Одан кейін енді матчтың бірінші таймның соңына таман Георгий Заря гол салды. Есеп теңестірді. Заря қазір бабына еміп келе жатқан сияқты, өзінің трансферін ақтап жатыр. Екінші матч қатарынан гол салды. Сосын бірінші тайм соңында Наньидің штрафнойдан перекладинаға тигізді ғой. Сол сәтте бір маңызды болар еді негізі. Гол болған кезде онда Астана кәдімгідей сынып қалу мүмкін еді. Бірақ үзіліске 1-1 есебімен аттанды. Енді екінші таймда кәдімгідей 55-ші минутта Шушиначев алға шығарды. Содан кейін есеп сақтау басталды. Содан кейін Башичтің енді әлем чемпионатында ойнап келген ойыншы ғой. Босния және Герцеговина құрамасының жартылай қорғаушысы. Башич өзінің деңгейін көрсетті. Ана жерде енді қалай ойлайсыңдар, Зарускиннің қателігі ма әлде? Қателігі, бұл жерде ол допты деген шығарып жіберу керек қой, ыңғайсыз қатысың, қатты сенімді болғанда да қатты сенімді жіберді. Енді мен сендерге айтайын, жалпы мына позицияда, әр позицияда міндетті түрде бәсекелестік болу керек. Мысалға бізде шабуылшыда бәсекелестік абсолют жоқ. Шушиначев тек қана болды. Ол ертең ойнамай қалатын болса, оның орнына шығаратын адам жоқ. Латурнс шығармайсың, ол Латурнс күшті болса жүр, қанша дегенмен ол жас ойыншы, ол прессингті, жаңағыдай таймингті, мысалға қай уақытта қалай тәжірибе бәрі ойнайды да. Ол біз 1-2 рет гол салғанға олай біз қатты масаттана бермеуіміз керекпіз да. Ол қанша дегенмен де тәжірибенің аты тәжірибе. Көп ойыншылар тек қана гол салса, голдық пас берсе, бір жерден күшті доп тартып алса, сол жер ғана көрінеді ғой. Ал басқа бір қара жұмыстарды қарайтын болсаңыздар, Шушиначевтің былай қозғалғаны, ол 90 минут бойы қорғаушыларға тыным бермейді ғой, мысалға ше. Не қылған физика дейсің. Яғни, мысалға кейбір шабуылшылар болады, тұрып қалады, жаңағыдай қорғаушылар бір-біріне пас беріп жатса, жаңағыдай прессингке бармайды, мысалға.
а Шушинаш ондай емес, анағанда жүгіреді, мынағанда жүгіреді, 90 минут бойы ойнап беріп жатыр. Сондықтан да мен Ақтөбенің жанкүйерлеріне қатты көп Шушинашев кете бермесін деп. Енді иә, гол салмай қалатын кездер болады. Екі ай гол соқпады ой деймін Артур негізі. Иә. Бүгін екі ай араға үзіліс салып. Анандай хейттен кейін мысалға деймін да, көп адам сылып қалады. Тірілетін шығар енді осыдан кейін. Сенеміз. Сен қалай ойлайсың Қасымжан? Жаңа Заруцкийдің несіне гол жібергеніне байланысты. Екінші голда. Негізі иә, мен сұрақты қойдым ғой пресс-конференцияда. Өйткені мен де сездім, что вратарский гол болуы мүмкін. Егер гол есептелінсе, егер гол саналса, тогда иә, ол голкипердің қателігі, иә. Бірақ Заруцкий, мне кажется, оның кредиті үлкен, да, Ақтөбеде. Оның тым көп спасать етті, да? Конкуренцияда жоқ қой, жаңа Рымбек айтқандай. Оны алмастыратын Игорь Трофимец мысалға ол деген көп командаларда үшінші қақпашы болған не ғой? Қақпашы ғой енді. При всем уважении, конечно. Иә, даже вот, например, Астанаға қарасақ та, Астанада екі мықты қақпашы бар. Екеуі де ойнай алады, да? Жоғары деңгейде. Иә, жоғары деңгейде. Иә, бүгін мүмкін, білмеймін, не болып қалды Сашамен, бірақ негізі Сашаға тек қана қолдау айтқым келіп тұр, өйткені Саша ештеңе етпейді. Басқа моменттерде алып шықты ғой енді, барынша. Басқа моменттерде, басқа ойындарда даже, да, қаншама ойындар болды, қаншама құтқарды, иә, Ақтөбені. Енді бүгінгі ойында ондай енді бола береді, Буфонда көп білеміз ғой қақпашылар, қателескен. Бірақ негізі, иә, екінші гол чисто вратарский гол менің ойымша. Потерял ворота дейді ғой, орысша айтқанда. Иә. Просто выбей мяч и все, басқаша болушы еді. Ондай қатты немес қой, навес емес қой негізі. Навес емес, иә. Оны бірден дұрыс қағып алуға да болады, я болмаса жұдырықпен шығарып жүруге де болады. Сосын сен жаңа айтып жатсың ғой, кім Дымбек па айттың, что заменалар, иә? Мен айттым ғой. Сен айттың, иә, что Ақтөбенің запоздалый были замена. Ол көмектескен жоқ. Негізі менің ойымша Астананың заменалары наоборот қатты көмектесті, иә. Өйткені Исламхан шықты, сосын Абраев шықты, Қараман шықты. И ол сол үшеуі, менің ойымша, сол разницаны жасады, иә, екінші таймда. Әсіресе соңғы 20-25 минут қатты көрінді қалай Астананың через Исламхана, иә, көп ойнады тоже. Көрініп тұр все равно деңгей. Класс, иә. Класс. Соған байланысты жаңа бір не естедім, инсайт естедім. Исламханмен жаттығудан Марин Томасов кайф алады дейді жаттығуда, тренировкада. Кайфует от его пасов дейді. Сондай жаңалық естедім. Бірақ енді ойында бәрі бірдей жаңа тренировкада шыға бермейді ғой енді. Исламхан ондай бұрынғы праймында емес қой енді. Шынына келгенде, бірақ қазіргі деңгейі бәрібір соның өзінде мынандай матчтарда жеңіске жетуге әлі де көмектеседі Исламханның деңгейі. Ассист береді, гол анда-санда салады, так что оның несі. Заменалар кеш болды, сосын мына Талғат Көсепов деген қорғаушы шықты ғой, оның өзі де соның флангынан кіріп кетті ғой, мына Башиштің көтергені де, сосын басқа да сәттердің, мысалы, қорғаныстың өзінде де бізде именно осы сол жақ қорғаныс ақсап тұрды мысалы. Басында Ақтөбе негізі екінші центральныймен бастады ма? Иә. Сосын үшке, иә? Үшке переход жасады. Көсепов деген. Мен ойымша сол кішкене қате болуы мүмкін, өйткені алдыда сол нехватка сол игрока, иә? Жетіспеді атакующий неге. Мен қай подкастта айттым осы, Көсепов деген тіпті дубльдің де деңгейі емес деп ше. Кешіріп қоярсыздар. Ол жатаспасам сол Оқжетпен матчта бастады ғой, неше жылдан кейін, неше уақыттан кейін жарақаттан шықты. Ол тіпті дубльдің де деңгейі емес. Ақтөбеде не істеп жүр? Неше жылға оның келісім шарты? Сол оншама отступной көп па? Жібермейтіндей? Соңғы маусым сияқты, оны қателеспесем. Соңғы маусым болса енді. Көсепов деген Башиштің голынан кейін шыққан екен, ол Соса екеуі. Соса, Көсепов екеуі бір уақытта шыққан. Зария мен Пибенің орнына шыққан. Пибенің өзі де мысалға бірінші таймда жақсы ойнады ғой, оны да алмастыруға қандай не бар еді? Қандай себеп бар еді? Зария не 90 минут ойнай алмай ма не? Зария басында келген кезде айтты ғой, мен әлі толық бабымда емеспін деп ше. Мен әлі өзімнің формама келу үшін әлі
Сосадан жақсы шығар формасы оның. матч сайын Сосадан жақсы. Соса әлі соңында енді жарты сағат қалғанда шығып тұр ғой сосын. жарты сағаттың өзінде де мысалға көп ештеңе көрсеткен жоқ қой. Я бір-екі рет прессинг жасады, болды. Допқа үлгере алмай жатыр, пасты тоқтата алмай жатыр. Сейдахмет пен Латурнусты мысалы 88-ші минутта шығарып тұр. Жоқ, оны сәл ертерек шығару керек. Жоқ, ертерек шығарғысы келді. Доп шықпай қойды ғой алаңнан. Иә. Алаңнан шықпай 10 минуттай ма тұрды олар күтіп. Қазір ұзақ күтті. Передержали. Иә. Сол ұзақ күтті, енді істейінсе доп алаңнан шықпады. Бір рет алаңнан шыққан кезде доп біздің бапкерлер жүгіріп барып айтты, міне ойыншы алмастырайын деп жатырық деп. Не бас төреші рұқсат еткен жоқ. Содан кейін бір 5 минуттай ма, содан кейін барып доп алаңнан шықты, сол кезде рұқсат етті. Ол жерде негізі кеш шығарды деп, негізі Тарковичті қатты айыптауға келмейтін шығар, өйткені ол уақытында шығарды. Шамалы ондай жерде шамалы андай футбольный хитростар қосу керек қой, біреу өтірік жарақат алып қалады, сондай кезде шамалы ойыншылар шақырып алып тактикалық нұсқаулықтар беріп, иә, сол уақытта жаңағы бірден екі двойной замена істеп жіберіп сондай нәрсе істеу керек еді, шамалы қулыққа бару керек еді. Қулыққа баратын өзі бапкерлер болады негізі ше, қулықты жақсы жасайтын, бізде Қазақстанда да көп, мысалы Али Алиев, Нұрдәулетов деген сияқты ше, андай футболдың жаңағы қитұрқой бір әрекеттерін жасайды. Қолынан келеді ондай нәрселерді ше. Пасулька деген баяғыда бапкер болды ғой, иә. Клең сондай еді ғой, иә. Иә, Клең сондай нәрселер жасайтын еді ғой. Ондай бапкерлер бар. Бірақ кімнің Таркович шамалап бір қалай айтсам, джентльменский футбол дей ма, сондай ойнағысы келеді да. Енді еуропалық нені көрсеткісі келеді да, менталитетті, бірақ біздің Қазақстанда ондай нәрсе өтпейтін сияқты. Ана бір досым айтып еді, мен ақ көйлек кисе Таркович жеңіске жетеді деп ше. Бүгін ақ көйлек киді, бәрібір көмектескен жоқ. Мына Тарковичтен біздің бапкерлердің көбісі үйренетін бір нәрсесі бар. Мен алдында Көкшетауға барған кезде де, бүгін барған кезде де мен оған андай оңай сұрақтар қойған жоқпын. Мысалға мана мен қойған сұрағым сарказм, издевкамен былай келетін сұрақта, мысалға ше, не айттыңыз үзілістің кезінде ойыншыларға, не айттыңыз, что вы сказали игрокам, какой вы установки дали игрокам, чтобы они перестали играть деп ше. Қарап тұрсаң, біздің бапкерлер ондай сұраққа не деп жауап беретін еді, мысалға ше, бабаян не деп жауап беретін еді, қолда тұрған суды лақтырар еді, мысалы үшін ше, лақтырмағанмен енді жынданып, маған өзіме тиісіп, ұрсып, керісіп, кәдімгідей бүкіл TikTok, Instagramда жүретін едік та. Слишком дипломатичен деп ойламайсыңдар ма сол Тарковичтің жалпы? Профессионализм. Ол солай болу керек. Мысалға деген, қараңдар, бізде деген Жұмасқалиев сондай бір тәртіп нелер бар, пресс-конференцияға келмей қалады, иә, мысалға ше, Нұрдәулетов кеше келмей қалды. Кім сосын бізде Бабаян мысалға деген қаншама рет ұрысты мысалға ше, журналистермен ше, Масудов бәрін жұрттың бәрімен қырлап та жүрді. Өзін ұстап әдемі жауап береді да, қанша ұтылса да ұтса да бір тәйіпті біздің бапкерлерге. Төрт голды айттық қой, соңғы гол Басмановтың голы, иә. Жоқ, мен оны тыңдағым келмейді. Сол ситуацияда қол болған жоқ па? Қол болсын, мен оны себеп деп мен айтқым келмейді. Біз матчтан кейін несін бейнеде қайталауында қарадық. Исламхан қолына таза тиген, негізі угловойдың алдында ше. Жақсы. Соның өзінде мысалға пресс-конференцияда сұраған кезде Таркович айтады да, мен деген ол моментті әлі қараған жоқпын. Видеозапистен қарап, мен сосын барып қана айта аламын дейді да. Сосын жаңағы кімнің Зарузскийдің ситуациясында это вратарский гол деп сұраса, мен ол моментті әлі қараған жоқпын дейді да. Адам деген сен полностью включен болу керек қой, мысалы сен тренерский штабта тұрсың, матч болып жатыр, міне, важный матч бүгін ұтса, Ақтөбе 3-ші орынға көтеріледі дейді мысалға. Қандай үлкен жауапкершілігі жоғары матч қой. Сен деген планшетпен қара, барлығын андай бүкіл әлемдік не ғой, практика ғой, бұл в режиме лайф матчқа бірден қарап, ана жерде спорт етіп, варды талап етіп дегенде бір білмеймін мен еш нәрсе қараған жоқпын, білмеймін, ондайды мен профессионализм деп санамаймын. Сен өзіңнің командаңа жаның ашымайды да. Сен қалай, сен тікелей нәтижеге әсер етіп тұрған результативный ошибканы сен қалай етпейсің? Міне сен алдында журналистер отыр, сен не үшін келесің онда пресс-конференцияға, мен соны түсінбеймін. Ол айтты ғой, мен біздің нәтижеге төрешілердің яғни төрешілерден болды деп айтқым келмейді деді да. Не буду комментировать судейство деген сияқты айтты ғой. Иә, ондай әңгімені бір кездері Адиев те айтты. Негізі төрешілерге шағым жасай берген дұрыс емес. Ол дұрыс нәрсе. Өзіңнің бойындағы жауапкершілікті
өзіңнің бойыңдағы жауапкершілікті. Адиевтің маған айтқан сөзі ұнады. Ол төрешілер де қателеседі, ойыншылар қаншама қателесіп жатады, бапкерлер қателесіп жатады, бәрі қателеседі. Олар да адам ғой, дұрыс қой. Сен өзіңнің бойыңдағы жауапкершілікті сен біреудің бойына артық қою, ол дұрыс емес. Бір төрешілікте мен түсінемін, егер бір Ақтөбені ойнатпай қайта ондай жағдай болған жоқ қой бүгін. Жақсы қолына тиді, әлем чемпионатында да қателесіп жатыр. Ода тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын мен. Жалпы мына нәрсені қою керек. Төрешілерден көру деген нәрсені тіпті анық түрде өтірік пенальти беріп, өтірік қуып жіберсе де мен ондай нәрсені қою керек деп ойлаймын. Ең бірінші жауапкершілікті өзің мойныңа алып, өзіңнің кім сияқты Каштрома кім еді жаңағы біздегі судейский комитеттің соның қасына заместитель қылып қойып жоқ, орынбасары қылып. Ана Арман Измуратовтың как раз орны бос қой, вакансия. Его выгнали до конца сезона. Енді осы ойыннан кейін Ақтөбе жылдан асты. Қонақта ұтпағанға бір ай бұрын ровно бір жыл болды. Қазір уже бір жыл, бір ай әлі ұтып қалмай келатырмыз. Сол масқара ғой мысалға да, на выезде бір жыл бойы ұтпау деген. Келесі ойынды 6-ем ойнаймыз. 5-3 па соңғы поражение Астанамен болған. Енді жалпы КПЛ-да болсын, КПЛ-да бір жылдан астам уақыт Ақтөбе жеңіске жетпеген ол деген. Бірақ Астанамен былтыр ойнаған да 5-3 тоже, да? Ол енді маусымның соңына таман ғой ол. Мынандай нәрсе да, адам емделу үшін бірінші өзінде ауруы бар екенін мойындау керек. Сосын қай жерің ауыратынын, ауруын жасырған өледі дейсің. Сосын сенің қай жерің ауырып тұрған, сосын барып анықтайсың, сосын сол жолмен жұмыс істейсің. Бізде, мысалы, сенің сөзінде де бар, мысалға, Ақтөбе деп айт. Біз мына нәрсені мойындауымыз керекпіз. Ақтөбе дәл қазір ортанқол команда. Біз Ақтөбеден өте көп нәрсе күтеміз, Біздің ортанқол командаға түсіп кеткеніміз 2015 жылдан басталды негізінде. 2015 жылы марқұм Сапарбаев келгеннен кейін басталды. Одан бері қарапсаң, аз уақыт өткен жоқ. 11 жыл уақыт өтті. Бір кездері 2002 жылы біз чемпион болуға шақ қалған жағдайда, ол кезде Елімай болған жоқ, ол кезде Ордабасы болған жоқ. Яғни топ командалардың қатарында. Топ командалар. Ол кезде Астанада тоқырау болып жатты, өздерінде. Мысалға Благович келіп, басшылар жаңа Тоғжанов келіп, Хамитжанов қайтып келді. Хамитжанов қайтып келгеннен кейін ол жақсы өздерінің жаңағы лас әдістеріне салды ғой. Дегенмен де олар өздерінің жұмыстарын жақсы болсын, жаман болсын, таз болып шалсын, әйтеуір ретке келтірді, әйтеуір мүмкін нәрселердің бәрімен. Ал біздер әлі ештеңеден сабақ алған жоқпыз клуб ретінде. Біздің жанкүйерлеріміз әлі былайша айтқанда, ол дұрыс, әрине жанкүйерлер сондай болу керек, биік болу керек, басын биік көтеріп, командадан жоғары талаптар қояды. Бірақ біз қазір Ақтөбенің қазір деңгейі, клубтық стратегиялық деңгейі ортанқол деңгейге түсіп қалғанын біз көріп отырмыз да. Ол және ол факт. Ол былтырғы біздің 5-ші орын алғанымыз, ол жоғары орын деп есептеймін, менің ойымша. Шыны керек. Просто Рымбек мына жақта көріп отырсың ба, ожидания, Сол ғой, ожидания высокие. Сезонның басында ожидания высокий болды. То, что Нани келді, то, что жаңа инвестор келді, частный, жеке меншікке өтіп жатқан Ақтөбенің. Сол үшін қазір не только Ақтөбенің, бүкіл негізі Қазақстанның эксперттері, болельщиктері айтып жатқан, что Ақтөбе оралды, да, что осы жылы Ақтөбе таласады. И сол ожиданиядан қазір осындай ойын, білмеймін, ожидания, высокие. Мен мынаны айттым келеді да, біздің жанкүйерлерге шамалап планканы түсіру керек. Өйткені бұл да бір кедергі да, сен Ақтөбенің басшысы болып келдің делік, мысалға ше, Ақтөбеге келдің делік. Сен не істейсің? Сен жағдайды көріп тұрсың. Сен қазір келдің да, бір
бірден с места бірінші орын алуға сен таласуға жағдайың келмейді. Ол үшін көптеген факторлар сенде дайын болу керек. Сенде ондай дайын емес. Сосын амал жоқ. Былтыр да Шалекенов келіп айтты, биыл да Арман Оспанов келеді да, біз чемпиондыққа таласамыз дейді да, өйткені оларға жанкүйерлерге бірдеңе деп айту керек қой. Ал ол жақтардан қысым келіп жатыр да. Сен егер өйтіп айтпасаң, ол несіне келдің, сен Ақтөбеге келгеніңді білмейсің ба? Біреу келіп мысалға Ақтөбеге келіп бір ойыншы келетін болса, сен қайда келгеніңді түсін деген сияқты месседж. Давление. Қысым, қысым. Сондықтан да бізге жаңағыдай Самат Смяхов сияқты бұл адекват адам керек та, кәдімгі. Келдік. Бірінші лигаға ұшырадың ба? Бірінші лигаға ұшырғанда оның кінәсіне. Оның кінәсіне. Білмеймін енді. Жоқ, Самат Смяховтың кінәсіне ешқандай трансфер жасалынбайды. Рымбек, бұндай таласта бар ғой, қалай үзіліссіз жалғастыра беруге болады. Кез келген нәрсеге не табылады, айтатын қарсы уәж табылады ше. Жоқ, былай біз. Бірақ мен есінде болса, сен айтып отырсың ғой, чемпиондық деп. Мысалы, Артықбаев клубты алғаннан кейін, мына Оспановты тағайындады ғой, экс-басшы, Ақтөбенің. Арман Оспановтың бірінші пресс-конференциясында чемпион боламыз деп айтқан жоқ Арман Оспанов. Ернардың көзі отыр. Журналистердің алдына шығып айтты, биылғы біздің мақсатымыз максимум 3-ке кіру деді. Чемпиондық деген әңгіме айтқан жоқ. Оны Ақтөбенің жанкүйерлері де барлығы білет, барлық неге шықты, бұқаралық ақпарат құралдарының бетіне шықты ол. Яғни Артықбаевтың клуб қожайынның месседжі бірден келе сала біз қазір чемпион боламыз деген болған жоқ, ондай хабарлама болған жоқ. Ондай мақсат міндетте жоқ клубтың алдында. Қазір мына ішкі хозяйствоны дұрыстау керек, администрация, стадион салынып жатыр, қазір академияның жері қаралып жатыр. Көп деген проблемалар бар қазіргі нәтижеден бөлек, мына клубтың айналасындағы жағдайды дұрыстау деген, стадионды клубтың иелігіне қайтару деген сияқты, сондай нәрселерді шешіп алмай тұрып, Ақтөбе қазір бірден чемпион боламыз деп айта алмайды. Мысалы, Артықбаевтың өзінен жасалған позиция сондай. Оспанов соның позициясын транслировать етіп айтты. Біз максимум 3-ке кіреміз деп. Осындай кәдімгі оның стратегиясында сөйтіп жазылып тұрды, мен өз көзіммен көрдім оны. Пресс-релизде сөйтіп жазылып тұрды. Чемпион боламыз деген әңгіме айтты. Чемпион боламыз деген не болады? Тобылды 4-те 1 жеңгеннен кейін сондай әңгіме кетті. Кім бастады? Оспанов, да? Оспанов. Вот это чемпионская игра деген стикерге айналып кеткен әйгілі мәлімдеді. Бір знакомый төреші жазып жатыр. Атын сами догадайтесь. Гол дейді, Башиштің гол дейді. Чистый гол. Ол, оны ешкім гол емес деп жатқан. Үшінші гол. Фол. Жаңа Басмановтың голын айтып жатырмын. Қолға тиді. Үшінші гол. Исламханның қолына тиді ғой, сосын барып головаға кетіп қалды. Исламхан қолмен обрабатывать етіп алды да, удар жасады, сосын Зарусский оны тіреген кезде головаға кетіп қалды. Сол кезде барлығы жүгіріп барды ғой. Ойыншылар да, бапкерлер де айтып жатты да, резервный арбитрге, варды қараңдар, ана жерде угловой емес, оның алдында қол болды деп ше. Бірақ Кучма олардың ешқайсысын тыңдамай бұрыштамаға көрсетті да, сол бұрыштамадан розыгрыш болды да, Исламхан біреуін бүйтіп ложный замахпен алдырып кетіп пас берді ғой. Сол кезде жаңа кімге Басманов тұрды да гол салып кетті. Вот сол момент не болып тұр да, спорный болып тұр да. Бір ұпай деген бар ғой, бір ұпай. Сіз сен бір ұпай жоғалттық деп тұрсың ғой. Қандай күлкілі. Бір ұпай деген, бір ұпай. Ол сен чемпиондыққа талассаң, бір ұпай жетпей қалуы мүмкін. Бірақ сен үшінші орынға таласып отқан кезде, ол бір ұпайдың әңгімесі әңгіме емес негізінде. Үшінші орынға кім таласып отыр? Қайрат емес, Ордабасы емес мысалға ше. Қалғандардың бәрі деңгейі бірдей ғой. Оқжетпес, Ұлытау, Астананың жағдайы мынау мысалға ше. Сырт алаңды мүлдем ұтпаған ғой, мен жарты маусым өттім мысалға. Бізде сол одан асып кетіп тұрып. Бір жылдан астам уақыт ұтпаған. Ертең Алтайға барамыз, соны ұтатын шығармыз енді бірдеңе қалып, мыжғылап жүріп. Алтайда Мазудов бізді шошып жіберді қобыландырды кубоктан. Масқара. Бізге жаңа бапкер керек. Ой, қойшы неге жаңа бапкер? Болмайды. Жуас. Жоқ. Джентльменский, например, жуас. Сосын не жоқ. Например, бірінші таймда, например, Бабаян айттым, например, жаңа мен жігіттерге айттым, енді келдік, ойнаймыз, до конца ойнаймыз, например, Қараманда, например, кеше ұштық па, бүгін ұштық па, например, до конца ойнаймыз деп Бабаян өзі айтты, например, мотивациясын жақсы білген ойыншыларға. Ал біздің Торкович ештеңе айтпайды. Жоқ, бапкер ауыстыру дегенге мен жалпы үзілді-кесілді қарсымын. Былтыр мысалға Андрей Мартинді бәрі жүнін түтіп жеп, ет терісін басына қаптап сөйткен мысал үшін ше. Ойбай, бапкер емес деп. Биыл мысалға
бәрі кілемге отырғызып төбесіне көтеріп жатыр мысалға ше. ақ киізге дейсің. Иә, ақ киізге отырғызып. Сондықтан да бұл бапкердің мәселесі емес, бұл негізінде Система, жүйенің хаотичный, иә. Мысалы үшін дәл қазір Корзунды неге жіберді деген менде сұрақ туады да. Корзунды неге жіберді? Дәл ортада керек адам. Альваресті жіберіп, оның орнына Корзунды алып қал. Альварес ол Корзунның орнына келген сияқты ол. Ал олар бірге болған екен ғой. Иә, бірге болды. Өзімізді түсінбедік неге көрдім. Негізі мына сөздің аузында ше, Альварес, Желквич, Пибе деген ойыншылар ешқандай челленджге бар ғой, мынандай қалай борьбаға негізделмеген ойыншылар ғой олар деген. Техничный футболға, иә, тики-такаға арналған ойыншылар, оларды кім алды дейсің ғой? Костов, Николай Костов алған. Яғни Костовтың талабы бойынша алынған ойыншылар барлығы ювелирный, техничный, иә, короткий пас, сондайға алынған ойыншылар мына Тарковичтің стиліне келмейді ол. Таркович деген өзі Қорғанстан ойнайтын, Атаборон ойнайтын сондай стилі оның бапкерінше. Ал Костов ол на владение, за красивый футбол, солай оның стилі. Маған мына сұраққа жауап беріңізші. Таркович жалпы бапкерлік мансабында қандай жетістікке жетті? Сен білесің ғой. Біз айттық қой ешқандай. Таркович Евроға шығарды Словакияны. Бір матч ойнады тек қана. Оған дейін ол шығып қойған, жартылай шығып қойған. Шығып тұрған матчына, бір қарымта матчына не істетті. Енді факт остается фактом. Оның еңбегі жоқ былайша айтқанда ше. Ол оның командасы емес. Сен 22-ші жылда айтып отырсың ғой, мысалы, Бабаянды Дайнасқа тік қасық болып, Благовичтің Астанасымен чемпион болып кетті ғой. Благович ғой 22-ші жылғы Астананың чемпионы. Ол абсолют 100%, 1000% өтірік чемпиондық ол. 100%. Оны о жерде Бабаянның түк қатысы жоқ, о жерде ойыншылардың түк қатысы жоқ 2022 жылы. Ол чемпиондықты бүкіл жаңаға неше алтын медаль береді осы? Неше алтын медаль береді? 25 ойыншыға береді, сосын бапкерлік штабтың бір 30 шақты медаль береді ғой. Соның бәрін Сайын Хамитжановтың мойнына іліп қою керек. Жоқ, шын айтамын. Бүгін стадионнан Сайын Хамитжановтың отырғанын көрдім ше, VIP ложадан. Жалғыз өзі отыр екен, көзіне көзілдір киіп. Сосын мына бір байқағаным, екі таймда да ложадағы орын алмастырды Сайын Хамитжанов. Яғни бірінші таймда Ақтөбеге жақын VIP ложада отырды да, екінші таймда ауысып Ақтөбеге жақын воротаға ауысты. Көргісі келген шығар, мен де сөйтер едім мысалға. Енді бір қызық наблюдение ғой, просто көбінесе VIP ложадағы персоналар ауыстырмайды ғой орнын. Ол кәдімгідей жалғыз өзі отырады екен да, сосын қасында адам жоқ, ложада өзі отыр, сосын бірінші таймда мына жақ неде отырды да, трибунада отырды да, екінші жақта мына жаққа ауысты. Кімді көрдіңдер бүгін ложада? VIP ложадан бүгін Альбек Қасымды көрдім. Кәдімгідей қуанды. Сосын мен не қуанды екен өзінің командасы. Кәдімгідей орнынан тұрып жанкүйер болып тұрды. Бұрыштама болайын деп жатқан кезде Альбекке қарап едім ғой, кәдімгідей гол күтіп, сондай қатты принципиальный настроймен, сосын гол болған кезде қуанып, алаңға атып шығып. Енді түсінуге болады ғой әрине, бірақ Ақтөбеге жанкүйерлерге ұнамайтын шығар. Оны жанкүйерлерге ұнамайды дегенде былай да, адамдардың бәрі жеңімпаз болғысы келеді да. Пәлсапа соғатын болсаң, сен жүру үшін неше рет құлап қаласың, бірақ бәрі тұрып жүресің ғой. Сол сияқты Ақтөбеде ол қысым қатты болады. Келгеннен кейін де бірдеңе дәлелдегісі келеді, кеткеннен кейін де бірдеңе дәлелдегісі келеді. Мысал үшін, мен Көкшетауға осы 2 рет бардым ғой. Бірінші Астанамен болған матчта бардым да, Оқжетпес Астана матчына бардым. Стадионда адам. Сен барған сайын Оқжетпес ұтады екен ғой? Ұтқан жоқ қой, екіншісінде тең болды ғой. Ақтөбемен тең болды ғой, иә. Ұтылмайды, Оқжетпес сен барсың. Ұтылып қалуға шақ қалды ғой сол кезде. Сонда Астанамен матчта мен трибунада болдым, неде болдым, бәрін қарадым, VIP ложада болдым, үстіде әкімдер нелер болды. Яғни қатты бір жанкүйерлердің бір несін көрген жоқпын, бір ынтызарлығын, бүгін ұту керек, не істеу керек деп бір тыныш бір театр қойылым көріп отқандай, анда-санда бір Оқжетпес шабуылдап отқан кезде шулап деген сияқты стандарт қой енді былайша айтқанда. Ортан қол команда ғой енді өзің айтқандай. Стандарт жанкүйерлік. Ақтөбеде сондай деңгейге түсу керек деп тұрсың ба сен? Жоқ, Астана келіп тұр ғой енді, Астана келіп тұр. Біз тең нәтижеге разымыз. Енді мен сөзімді аяқтап тастайын да, екінші одан кейін Ақтөбе келген кезде сендер Оқжетпестің жанкүйерлерінің сен қандай заряжены болғанын көрсеңдер, кәдімгідей ше. Енді
ана жерде Астана келіп тұр. Солтүстік дерби. Жоқ, Астана келіп тұр. Астанаға ондай не болған жоқ та, настрой болған жоқ та. Жанкүйерлер де ондай болған жоқ та, тіпті ше. Оның үстіне жаңбыр жауып кетуі мүмкін еді да, кәдімгі Ақтөбе матчта, кәдімгі оның алдында нөсер жауын болды, қайта абырой болды, 90 метр жаңбыр болған жоқ та. Мен вип-ложада болған кезде жоғарыда әкімдер деген столды ұрып, кәдімгідей жаман кәдімгідей жанкүйер болды да. Астанаға ондай жанкүйер болды. Астана матчта ондай керісінше Ақтөбеге қарсы настрой қатты болды. Иә. Яғни бәрі бір Ақтөбе, ол Ақтөбе болып қала береді да, өзінің оның несі бар, реномесі бар, имиджі бар, брендісі бар. Сонда ол қай орында да тұрса да, Ақтөбе соңғы орында 2013-9 жылы соңғы орыннан бастап соңғы ойында аяқтады ғой. Бірақ бәрібір барлық жерде ол Ақтөбе болып қала береді да. Білесіңдер ма сендер, 2019 жылы Қайратқа барды ғой. Алматыға барып қанша 6-1 ма 6-2 ма ұтылып қалды, 2 голды Пиззели салды ма, бірдеңе қалды, Айымбетов салды. Сол кезде кім Қайрат 6 легионер шығарды ғой. Қарап тұрсаң, 6 легионер шығарды. Ақтөбе мына жақта легионер жоқ, несі жоқ, жалғыз Пиззелиден басқа кішкентай өзінің балдары. Сол болады ғой, өзінің академиясының балдарымен ойнауға болатын еді, мысалға ше, 1-2 легионер шығады. Нәтиже керек қой ол. Нәтиже керек болғанда. болғанда. Қайраттың кәдімгі прайм уақыты ғой, чемпиондыққа таласып жүрген. Енді мен саған қызық айтайын. Владимир Вайс. Сосын сол матчтан кейін Қайрат Боранбаев Спорт Экспресс деген сайт бар емес па, соған сұхбат береді. Соған сұхбат берген кезде айтады: біз биыл өзіміздің академиямыздың ойыншыларына көп мүмкіндік береміз, 2-3 легионер ғана шығарамыз деді алаңға ше. Ал Ақтөбеге қарсы ең соңғы орында тұрған жаңағыдай дубльдің балдарымен ойнап отқан Ақтөбеге қарсы 6 легионер шығарады да. Өзім ерінбей есептеп шықтым. Бірінші турдан бастап Қайрат неше рет 6 легионер шығарды екен деп. Неше рет дейсіңдер? Бір реттік қана Ақтөбеге қарсы. Қарап шықсам еді 2009 Ақтөбе енді Қайрат үшін не ғой? Сонда, яғни соңғы орында тұрған әлсіз Ақтөбеге қарсы солай шығару, яғни кез келген клуб Ақтөбе қандай жағдайда болмасын, бүкіл Қазақстандағы футбол функционерлері үшін, футбол жанкүйерлері үшін ол Ақтөбе бренд болып қала береді да. Қандай орында тұрса да, қуантатыны осы. Иә, Ребек, осы ойыннан кейін ғой біздің Ақтөбеден жоқ шықты Қайрат туралы. Именно осы ситуациядан кейін шықты ғой. Содан кейін жанкүйерлер бәрі жыны келді Қайратқа. Енді жігіттер, уақытымыз тығыз, бізде келесі ойын Ақтөбе. Уақыт бар ма бізде уақыт? Айтып отырмын ғой енді. Сіз. Біз уақыт тығыз деп. Келесі ойын Ақтөбе тағы да қонақты ойнайды. Алтаймен ойнаймыз. Сол 19 шілде күні, иә? Иә, 19 шілде күні. Өскеменде. Сол ойын туралы пікір айтшы енді. Ақтөбе ұтып таба ма келесі ойынды? Немесе әлі жолдан асықта бере ма? Соның алдында Ернар, менде саған бір сұрақ бар. Бүгін сенің ойынша қанша процент стадионда ақтөбеліктер болды? 70%. Көп жанкүйер болды. Кәдімгі Ақтөбе гол соққан кезде, не істеген кезде байқалып тұрды, кәдімгі шум қатты болды да. Астана гол салған кезде ондай қатты болған жоқ та, шум негізі. Содан көрініп тұр. Ақтөбенің жанкүйерлері көп болды. Енді былайша айтайықшы, Астана кіммен осы Ертіспен ойнаған кезде 7000 адам келген екен да. 7000. Астананың жанкүйерлері сол 7000 адам негізінде ше. 7000 адам емес, енді бір 1000 шақты сол Павлодардан бір жақтан келген шығар, 5-6 мың жанкүйер сол Астананың жанкүйерлері. Қалған 12 мың бүгінгі матчтағы 12 мың жанкүйер ол Ақтөбенің жанкүйерлері. Менің ойымша көп болды ғой, стадион ішінде жүрген шығарсыз, көрген шығарсыз. Көп болды кәдімгідей. Қай жерінде де. Қай трибунада болса да ақтөбеліктер болды ғой, иә. Енді бүгінгі матчтың есебі заңды ма? Менің ойымша иә. Өйткені моменттер көп болды иә, Астанада. Көп шабуылда болды. XG неге бізде XG санау? Зарусский 8 цифр санау. Иә, сол. Соны айтып. XG санау үшін бөлек не болу керек қой үшін? Мен саған сұрағыңа жауап берейін ба? Өлшейтін. Бізде ондай нәрсе жоқ. Сұрағыңа жауап берейін ба? Қандай сұрақ қойдың? Бүгінгі ойынның есебі заңды ма? Жоқ, заңды емес. Нәтижесі заңды. Бірақ есеп емес. Есеп бұдан да ірі болу керек еді. Солай ма? Әлде олай емес па? Енді жеңімпаз Астана. Иә, нәтиже заңды. Ал есеп кешірерсіздер. Енді маған да негатив айтып отырмыз ғой. Негатив емес бұл. Жоқ, факт. Бір сұрақ қойын деп едім жаңа. Енді Тарковичті айттық, иә. Біз ешқандай нәтиже күтпеуіміз керек деген нәрсені айтып жатсың.
енді позитив жақтар бар ма жалпы Ақтөбе тарапынан? бар позитив жақтар өте көп. Мына наниді алып келген жұрттар айтып отыр ғой, ақшасы көп тағы бірдеме деп ше. Наниді алып келген өте жақсы болды деп ойлаймын. Біз оның нәтижесін алдағы 2 жылда тағы да көреміз. Бұның нәтижесін біз көрдік. Латурнов жақсы ашылып келе жатыр, басқа да Кикбаев. Ертең мен ойлаймын, ертең Оманиязов да жақсы ашыла бастайды. Жас ойыншыларға өз алдына енді. Иә, жас ойыншыларға көп септігін тигізіп жатыр. Бұл үлкен, бұл Ақтөбеде онсыз да мына Ақтөбе деген бренд үшін, жаңа Ақтөбе деген клуб үшін академия болмаса да, басқа ештеңе болмаса да қаншама ойыншылар шығып жатыр. Ұлттық құраманың деңгейінде бір кездері ұлттық құрамада 3 па 4 па ақтөбелік ойыншылар ойнап жүрді да, осы соңғы жылдарда 3 ойыншы ойнап жүрді ақтөбелік. Сондықтан да бұдан кейін ертең бұдан да көп ойыншылар көп септігін тигізеді деп ойлаймын, ертең жас балдарға мысалға. Сондықтан да позитив жақтар осы деп ойлаймын. Мен қуантатыным, маған мысалға кейбір бапкерлер болады, тек қана легионерлерді шығара береді, жас ойыншыларды шығармайды. Ал кім Таркович қорықпай кәдімгідей ұтылып жатса да, қандай жағдай болмасын, қиын жағдай болсын, бәрі жас балдарға сенеді, шығарады. Маған тасақтар бапкер екен да, былайша айтқанда. Ортан қол команда деп отырмыз ғой, бірақ мына Зария болсын, Атанасов болсын, барлығы да ұлттық құрамада ойнап жүрген ойыншылар ғой. Зарияның өзі Грузияға шақырылады, Атанасов кәдімгі Солтүстік Македония құрамасының негізгі ойыншысы, сондықтан да білмеймін енді мысалға мана матч барысында да жанкүйерлер айтып отыр да, мынандай құраммен Ақтөбе шынымен жоғарғы орындарға таласу керек деп. Енді жанкүйерлердің өз пікірі, сондайды құлағым шалып қалды да. Шынымен де қарап отырсақ, мысалы Жуков болсын, Шушинайчев, сен қайта мақтай беретін, Заруцкий ұлттық құрамада ойнайды. Сен айтып отқан ойыншылардың ішінде, сен айтқан ойыншылардың ішінде шабуылшы ойыншылар жоқ. Жоқ, жалпы енді шабуылдаушы, яғни ойынға не деп қарамаймыз ғой. Мысалға Микель Мериноның өзі де шабуылшы емес қой, бірақ ол деген важный голдар салып жүр ғой Микель Мерино. Бұл деген бапкерлік схема, тактикаға байланысты. Ол деген сен шабуылды түйіндеп гол соға алсаң, онда ол деген былай целостный команда ретінде қарайсың ғой. Футболға сен оны міндетті түрде шабуылшы болу керек деп қарамау керек деп ойлаймын мен, енді өзім жеке пікірім. Шабуылда вингерлерің сен мықты болу керек. Егер команда қалай голды шайнап берсе, оны кез келген ойыншы оны аяқтай алады, оны жұта алады. Әдемілеп шайнап берсе оны. Мен сан айтайын, міне алаң, біздің вингерлеріміз мықты емес. Пибеде шамал бар, бірақ ол Жайружан сияқты мысалға бірге-бір оп-оңай. Яғни қауіпті емес та біздің вингерлер ше, қауіпті емес. Егер біздің вингерлеріміз қауіпті болатын болса, мысалға Жайружанды Левчук қаншама қалай пайдаланды мысалға ше, жаңағыдай жалған ойыншы вингер ретінде көп пайдаланшы. Біздің вингерлеріміз қауіпті болатын болса, ол кезде қауіпті болатын болса, оның алдында міндетті түрде 2 ойыншы жүретін болады қарсыластың, 2 ойыншыны бір өз алдыма. Одан кейін орталық қорғаушы ол өтіп кетуі мүмкін деп, ол мына жақта алаңдап жабуға тырысатын болады. Опорниктер, алтылықтар төменге түсуге мәжбүр болады. Бір ойыншы мысалға, бір ойыншы егер қауіпті болатын болса, қаншама ойыншыны өзінің несіне алып тұрар еді, мысалға, алаңдатып тұрар еді. Ал бізде сондай ойыншы бар ма? Сондай вингер бар ма? Бар. Оп-оңай өтіп кете салатын ше. Бізде мұндай вингер жоқ қой. Сен Пибенің қашан өтіп кеткенін көрдің, сен адамдарды 2 ойыншыны шайқап өтіп кеткен қашан болды? Вингер деген мысалға Самародов сияқты болу керек. Ондай өтіп кеткені болды, бірақ опять-таки басында айтқанымдай барлық ойыншы бірдей емес. Әркімнің өзінің стилі бөлек, ерекшелігі бар да. Сосын мысалға сен бапкер саған айтса, мына флангта алдама ешкімді десе, сен алдамайсың. Алда десе алдайсың. Барлығы да бапкердің нұсқауына байланысты. Сосын мына мен біз деген бір моментке мән бермеппіз. Бүгін орталық қорғаушы Ерланов қатысқан жоқ қой. Соңында әсері болған сияқты меніңше. Азванка ойнап келе жатқан ойыншы ғой, мысалы централизичныйге Тимурлан Ерланов Ордеспен кубокта да, чемпионатта да ойнап келе жатыр. Сары қағаздың көптігінен бүгін ойнай алмады. Көп уақыт жарақатына байланысты ойнай алмаған Бағдат Қайыров Ерлановтың орнында ойнады бүгін орталық қорғаушы ретінде. Сол да әсер еткен сияқты менің ойымша. Әсіреттер, мысалы Шомконың голы, мысалы бой ұзын, Ерланов баспен қағып жіберетін еді, мысалы ше. Кетіп баратқан допта, мысалы Қайыров секіре алмайды, бойы да қысқа. Орталық қорғаушы емес қой негізінде. Орталық қорғаушы ретінде ойнаған, бірақ енді бәрібір көбінесе флангқа үйреніп қалған ойыншы ғой енді. Орталық қорғаушының шамалы бой ұзында болу керек қой, қалай болғанда да.
Бізде баяғыда Самат Смақов болды орталық қорғаушы, бойы кішкентай болса да, бірақ ол шамалы басқа несімен алатын еді да, ойынды оқу, позиция таңдау деген сияқты. Сондықтан да бізге негізі жақсы вингер іздеу керек еді, ортаға адам іздеп келіп, өкінішті Ақтөбе командасы бүгін жеңіліске ұшырады, бірақ енді вингер демекші Айдын Желкович 2 матчқа қатысқан жоқ. Қазір енді келіссөздер жүргізіліп жатыр Желковичтің кетуі туралы, себебі легионердің орнын босату керек. Қазір міне қанша күн қалды? 4 күн қалды трансферлік терезенің жабылуына. Қазақстанда 4 күннің ішінде мына бар легионерлерден құтылып, на выход тұрған, оның орнына жаңа легионерлер алып, оны еще заявлять етіп үлгеру керек. Себебі ана Гауденсио деген бізде бразилиялық не болды, ойыншы болды ғой. Бір 2 ай жүріп ойнай алмай кетіп қалған, оны заявлять етіп үлгермей қалды. Ақтөбе сондай бір казус болған Оспановтың кезінде. Қазір енді менің естуімше 1-2 трансфер дайындап отыр. Егер Желковичпен тағы да басқа ойыншылармен келіссөз сәтті өтсе, компенсацияға келіссе, онда кетуі керек. Және тағы бір ақпарат, легионерлерден бөлек Абат Айымбетов Ақтөбеге оралуы мүмкін деген ақпарат естідім бүгінгі матчта. Абат Айымбетовпен де келіссөздер жүргізіліп жатқан көрінеді. Абат өзінің туған клубына оралуға жақын. Өзі айтты ғой бір рет, Ақтөбеде мансабымды аяқтасам деген арманым бар деп. Қайсарда да аяқтаймын деп айтты ғой. Жоқ, Қайсарда аяқтаймын деп айтқан жоқ ол. Айтты, мен естідім. Құлағыммен естідім. Жоқ, 95 жылға 95. Кім еді жаңағы, кім Айбек Қабылшаның несінен эфирінен қарасаңдар болады, Айбек Қабылша барып сұрады, кімнен Абат Айымбетовтен, сен кіндік қаның тамған жерің осы Қызылорда ғой, сен осы Қайсарда 31-де ғой енді. Қайсарда мансабын аяқтауға не істеуге қалай қарайсың деген жоқ, мен негізі Ақтөбеде аяқтағым келеді де, ол өзім көрдім оны сөзді. Қарасаңдар ғой. Дұрыс қой негізі өйткені Ақтөбенің жанкүйері ол. 5 жасында келді Ақтөбеге. Қызылорданың тумасы болса да, Ақтөбенің... Қызылорда емес, Арал деген Ақтөбенің жері ғой негізінде. Бүкіл Аралдың адамдары Ақтөбеде, Арал, Қазалы дегендердің бәрі. Алтай Ақтөбе. Алтай Ақтөбе. Алтай осы турды ұтты ғой. Тақырыптан ауытқып кетіппіз ғой. Алтай осы турды ұтты ғой. 2-1, 1-0. Дадаев салды. Үйінде ұтты ғой. Жоқ, сыртта ұтты. Сыртта. Талдықорғанның үйінде де. Енді Алтай Өскемен ғой? Өскемен. Өскемен полясы. Алаңы өте нашар. Менің ойымша Ақтөбе жеңу тиіс осы ойында, өйткені Алтай ол бір аутсайдерлердің бірі біздің чемпионатымыздың. Мен оларды көрдім сборда Түркияда. И сол кезде для меня ең әлсіз команда секілді көрінді. Өйткені состав такой, оларда ең соңында жинап алған. Самый последний они собрали состав. Бірақ жастар ғой. Попов, Дадаев, Горшунов. Бірақ, понятно, кубок ол кезде, может, приоритет басқаша болды Ақтөбеде. Негізі чемпионатта, менің ойымша, Ақтөбе, не прям легко, прям жеңіл деп айта алмаймын. 1-0 ба, сондай, может, болуы мүмкін, бірақ қиын ойын болады. За счет класса игроков Ақтөбе сол жоқ, енді шеберлігі, Ақтөбенің ойыншыларының шеберлігі мықты ғой, бірақ біріншіден біз ояқта Алтай ол андай ойын автобус футбол ойнайтын команда, және алдыда жақсы шеберлер бар, ойыншылар бар. Екіншіден ол жақта күндіз болады ойын, күн жанып тұрған уақытта, өйткені прожекторлар жоқ деген сияқты. Алаңның түрі анау, осындай нәрселер. Мысалы Алтай деген жақында шабуылшыны алды ғой, Лабжанидзе деген Элгуржи жеңістен. Мысалға сол Лабжанидзені Ақтөбеге алып, менің ойымша, Шушнайчевқа жақсы конкуренция қылуға болар еді негізі. Дәл сондай типаждағы столб орталық шабуылшы әдемі, кәдімгідей допқа да таласады, сосын қара жұмыстар жасайды. Сондай бәсекелес жетіспейді Ақтөбеде. Сосын мына трансферлік терезеде жасаған жақсы басқа да трансферлері бар. Алтайдың бізге жақсы бой береді. Масудовтың командасы. Масудов үшін де принципиально
әрқашан кез Ақтөбеге келген қарсы бапкер ойнаған. үшін Ақтөбеге қарсы ойнау принципиально мен саған айтайын. Кез келген бапкер үшін, кез келген клуб үшін. Сен қазір өйтіп айтсаң ана комментарий жазады ғой адам. Ой, Ақтөбе деп айта бермеңдерші. Жазайыншы, Ақтөбе жанкүйерлері қарамайды. Жоқ, ана бір басқа командалардың жанкүйерлері айтады, өздеріне бір биіктетіп көрсете бермеңдерші. Ақтөбе сендерді кім қарайды деп. Ақтөбе ол Ақтөбенің жанкүйерлері ол қалай болғанда да мен сендерге айтайын. Жанкүйерлік бойынша Ақтөбеге жететін бірде бір қала клуб жоқ. Қасымжан келіспейді онымен. Әзірше емес, жалпы болмаған да. Техас фанстық айтады қазір Қасымжан. Жоқ, мен ордабасының жанкүйерлерін мен Ақтөбе мойындамайсың ба? Мойындамаймын біріншіден, екіншіден олар Ақтөбе жанкүйерлерінің бізде жоқ, тек қана Шымкент емес. Олар қара команда бірінші орында тұр. Қаншама сыйлықтар ұйымдастырып жатыр, қаншама әншілерді шақырып жатыр. Соның өзінде олар стадион толтыра алмай жатыр. Кеше реконструкциядан кейін олардың орындықтар қойдық, енді оның алдында орындық болған жоқ қой. 16.800 болды да қазір орын. Сол стадионды толтыра алмай жатыр. Команда бірінші орында тұр. Сол стадион толтыра алмай жатыр. Тегін билет таратып жатыр. Кәдімгідей класс жетекшілерге жазатқан чаттар шығып жатыр ғой мысалға. Тегін билет. Жаңа жанкүйерлердің өздері жазады Шымкенттік. Жаңа стадионның сыртында тегін билет таратып жүрді деп ше. Соның өзінде толтыра алмай жатыр. Не дейсіңдер енді? Команда бірінші орында тұрған команда стадион толтыра алмай жатса, кешке болады және бүкіл жағдай жасап жатыр. Қаншама ақша беріп жатыр пабликтерге ше. Аямай миллиондарын. Блогерлер жіберіп жатыр. Соны айтамын я. Блогерлер жіберіп жатыр. Бір блогердің барып келуіне мысалға миллион теңге кетеді жоқ дегенде ше. Барып келу, самолетың бар, күтіп алуың бар, басқаң бар. Қаншама ақша құртып жатыр, сонда да мысалға жанкүйерлермен эффект. Ондай жолды мысалға Қайрат өтіп кетті. Қайрат жасады ғой кезінде мысалға ше. Көп PlayStation, неше түрлі әншілерді шақырып, неше түрлі. Ақтөбеде жасап тастаған сияқты 2000 жылдардың басында ондайды. Жақсы ол ол кезде ғой енді. Енді бүгінгі подкастымызды түйіндейік. Түйіндемей ақ қой, екінші сағатқа. Жеңіске жетеді деп отыр Өскеменде Ақтөбе. Сен? Ақтөбеде шеберлік бар. Шеберлікпен жеңіске жетуге өте үлкен мүмкіндіктер бар деп ойлаймын мен. Енді бұлай жалғаса бермейтін шығар, жеңетін шығар деп ойлаймын мен ойымша. 1-0 қылып сол. Бізде жеңіске жетеді деп сенеміз. Жоқ, мен жаңағыдай сенім бірдеңе деп не істегім келмейді. Эмоциялық емес я. Енді қазірдің өзінде үштікке мүмкіндік жоғары ақтөбеліктер үшін. Егер Алтайды ұтатын болса, одан кейін өз алаңында бір аптадан кейін Оржбеспен ойнайды. Тікелей қарсыласы қазір үшінші орын үшін таласта Көкшетаулық команда. Сондықтан да егер Алтайды ұтқан жағдайда, онда ар жағында Оржбесті ұтып Ақтөбе үшінші орынға бір табан жақындай түсуі мүмкін. Біз де соған сенеміз. Қанша минут отырмыз біз подкастта? Қасымжан Билл Шенкли не деп айтты? Егер сен бірінші болсаң біріншісің, екінші болсаң сен ешкім емессің деп ше. Сондықтан да мен үшінші орынға таласу деген бір мүсәпір жағдай деп ойлаймын. Қуаныш сияқты екінші болма дейсің ғой. Жақсы, осымен құрметті жанкүйерлер, біз подкастымызды аяқтайық. Астана төрінде, Елорда төрінде өкінішке қарай осындай жеңілісті матчтан кейін жазып отырмыз. Көңіл күйімізде жоқ. Сағат 12 болып қалды. Түнгі ұйқымызда келіп отыр. Қасымжан көзленіп бара жатыр. Біздің ТК подкастының YouTube арнасына жазылып отырыңыздар. Сіздерге су жаңа жидені ойнатамыз. Құрметті жанкүйерлер, біздің арнаға тіркеліп, лайк, дизлайк қойып, комментарий жазған біздің жазылушылардың, оқырмандардың арасында осы әдемі биылғы 2026 жылғы Ақтөбе жидесін ойнататын боламыз. Бізді қолдап кетіңіздер. Сіздердің әр қолдауларыңыз, әр пікірлеріңіз, лебіздеріңіз, любөлдеріңіз бізді одан ары қарай дамыта түседі. Сондықтан сіздерге алғысымызды білдіреміз. Командалық сөйлеп кетті ғой. Сөйлейтін болса сөйлейміз ғой. Осымен жігіттер, баршаңызға рахмет. Бізбен бірге болған бүгін Қасымжан Зиданчик Лайф Мұқатаев және Рымбек фрилансер Ізғали және ТКБ-ның қожайыны Ернар Жайжігіт және осы подкасты тәмамдаушы Мерей Ерсайын. Жеңісті күндерде жүздескенше. Жақсы болыңыздар. Жақсы болыңыздар.